О, что, теперь мы сделаем. Так, Макско, сіздің видеоңыз бір жаққа кетіп қалды. Былай Все, енді. көрініп тұр. Да, мне сразу же андай ескерту келді. Мына видео жазылып жатыр деген. Түсіндім. Түсіндім. Еще ескертеді, да? Да, сразу, да, тут все уже это Security, айтпа. Да. Қалайсыз, Макс? Мақсат бола ма, Макс бола ма, қалай айтуға болады сіздің атыңызды? Жақсымын. Негізі барлығымен шатастырады. Мақсат дейді, Максим. Мақсат дейді. Негізгі сахналық есімім ол, сахналық есім негізі Максим. Макс, сол Максимнен бастап, сахналық образдан бастап барлығы Макс деп кетті. Ал негізі азан шақырып қойған атым, есімім Мағжан Жұмабек Жораұлы. Мағжан, қандай керемет ат, үлкен ақынның, үлкен жазушының аты. Сол кісіде енді жол болсын, одан да асып түсін жолыңыз. Рахмет. Аха, өте қуаныштымын. Мен де өте қуаныштымын, Елдина. Өзіңіз туралы бір-екі сөз айтып кетсеңіз, биографияңыз, қалай қай қаладан келдіңіз, өзіңіздің бала-шағаңыз дегендей, бала-шақтағы жолыңыз, қайда оқуға бардыңыз, соның бәрін бір-екі ауыз сөз айтып кетсеңіз, жақсы болар еді. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Мағжан, Макс дейді, барлық Макс деп танымалмын. Елдана ханымның оқырмандары, подписчиктері, менің есімім Макс, бүгін өте қызық әңгіме болады. Өзім Түркістан облысы Түркістан қаласына туылғанмын. 9-шы сыныпқа дейін сол жақта оқыдым. 9-шы сыныптан кейін Павлодар облысы Екібастұз қаласында тәлім алдым. Сол Екібастұз қаласында оқып жүрген кезде КВН-ге деген қызығушылық пайда болып, сол 2009 жылдан бері КВН ойнадым. Біраз жетістіктерге жеттік. Қазақстанның жоғарғы лигасының вице-чемпионы болдық 2014 жылы. Астана қаласында Аграрка университетінде оқыдым. Америкаға 2015 жылы келдім. 2015 жылдан бері Америка қаласында тұрып, тіршілік жасап жатқан жайым бар. О, күшті. Сонда Түркістаннан сона Екібастұзға мүмкін сіздің отбасыңыз көшкен шығар, ол кезде? Ол кезде жоқ. Түркістан қаласынан көшкен себебім, ол жақта менің папамның қарындастары сол қалада тұратын тұғын. Негізі мен кішігірім былай предыстория дейді ғой. Негізі біз үлкен семьялымыз, семьяда 11 адамбыз негізі. Шешем орыс, әкем қазақ. Негізі менің историямды алып қалатын болсақ, менің өмірім бір кітап сияқты, бір ашып, бірінші бетін оқи бастасаңыз, до конца бітті дегенше қызық интрига ұстап отырады. Бірақ толыққанда айтпай қояйын, бірақ сол үлкен семьядан шыққанмын. Сосын негізі көбіне сол әпкемнің қолында, әпкем мен жездемнің қолында тәлім тәрбие алғам, солардың кісінде қоласында өскем. Қазақ тіліңіз күшті, Мақсат. Мағжан, Максим. Қазақ тіліңіз күшті ғой. Шешеңіз орыс нәсілді болса да, өте күшті екен қазақшаңыз. Онда сіздің шешеңіз де күшті білген екен, шешем біледі, бірақ андай былайша айтқанда шала қазақ болады ғой, бір северный казашкалар болады ғой. Барлығымызда сондаймыз ғой, әйтеуір келістіріп отырамыз. Біздің аралас құралас не дейді, қазақша орысшаны араластырып өзіміздің тілдеріміз сол ғой. Бірақ негізі айта кететін жайт, мамам арасында ренжіп қояды, өйткені біздің орысшамыз не так шуал, арасында акцентпен сөйлеп қоямыз, сол кезде ренжіп қояды, сендер кім айтады, орыстың баласы деп деген сияқты арасында қызық нелер болады, жағдайларға тап боламыз. Бірақ негізінде кішкентай кезімізден сол қазақша мектепте, қазақша балабақшада, тек қана осы университетте ғана ағылшын тілінде бітірдік, ал қалған барлығын сол қазақ тілінде. Ортамыз қазақ болды. Сол себепті де қазақ тіліміз өте жақсы болды. Өскен орта қазақ тіліңізді шығарды деңізші.
иә. Күшті. Онда біздің екеуміздің қай жылы танысқанымызға осы 4-5 жылдай болды ма? Қай жыл? 2019 жылы наурызда, иә? Иә, мен сізбен бірге мен бір шақыртып алған тұғымын. Денвер қаласында бір сіздің ұйымдастыруыңызбен үлкен шара өткен наурыз мейрамы. Сол мейрамға шақыртып алып, сол дос балалармен сол жақта, сол уақытта мен Денверде тұратын тұғымын. Сол Денверде барып, сол қазақтардың жүздерін көрейік, қанша қазақтар бар екенін. Әрине. Ол кезде мен жаңамын ол жерде. Барып, сол кезде вот сізбен таныстық. Бір топ жігіт келді ғой, жап-жас жігіттер. Иә. Сол келіп танысып, вот бас ұйымдастырушы осы Денвер қазақтарының басын қосатын активистка, ұйымдастырушы былай деп әлімге дейін иә білемін сіздің дәрежеңізді, сіз туралы. Рахмет. Сол барып көріп қайтайын деп, сол күннен бастап мен сізбен жақсы таныстамыз, жақсы қарым-қатынастамыз әлімге дейін. Иә. Желіде, Инстаграм, Фейсбук болсын, барлықты бір-бірімізге әйтеуір лүпіл басып, лайк басып, бір-бірімізге коммент қалдырып, әйтеуір қолдап отырмыз бір-бірімізді. Рас айтасыз. Сонда мен білмеппін сіздің КВН-да бұрын ойнағаныңызды. Одан кейін сіздің неңізді көріп, Фейсбуктағы парақшаңызға қарап, мына кісі осы талантты кісі екен деп өзіме былай түйіп қоям да ойыма. Одан кейін ютубқа шығып Жайдарман КВН командаларының ойын қарап нетсем, бір күні осы Макстың жүзі шыға келді. 2000 нешінші жылғы уже білмеймін, 5 па 6 ма әйтеуір кішкентай кезім, жаңа ғана қадам басқан КВН-ға, жаңа ғана былай неткен қосылған бір жас актердің бейнесі шыға келді. Мынау Макс қой деп қалдым ішімнен. Иә, негізі көбісі былай біле білмейді. Осы Америкада араласып жүрген достарым бар, көбісі таңғалады. Сен шынымен ойнағансың ба, ойнамағансың ба? Негізі Қазақстанда мен осы Америка келмей жатып, мен кішігірім танымал болатын белгілі ортаға, который Жайдарман қарайтын, КВН қарайтын ортаға шамалы мен танымал адам болатын. Өйткені мен телевизионный жобаларға, проекттерге көп қатысатын тұғым. Барлық біздің ойындарымыздың барлығы камераға түсіріліп, ол телевизорден көрсетілетін тұғым. Сол себепті кішігірім танымалдық алдым. Бірақ Америкаға келіп, енді бұл жақтағы қазақ орталары мүлдем басқаша, олардың интерестері де, бағыттары да басқаша. Америка келіп, бағытты өзгерттік, Қазақстанда жасаған барлық дүниелердің барлығын шамалы айтады ғой, холдқа қойып. Иә, жұмыс істемейді, басқа не ғой, басқа мәдениеті, басқа салты, басқа ел ғой. Біздің Қазақстандағы не жобалар бұл жерде вообще жұмыс істемейді ондай. Ападай, иә. Сол мысалы жаңа мемлекет, жаңа мүмкіндік, жаңа таныстар. Түсінгенім бұл жаққа келіп, осы ортаға сай, осы ортаға келетін дүние жасау керек екенін түсіндім. Біраз жылдар болды, осы 2015 жылдан бері мен көп эфирге ешқандай да бір проекттер, ондай ештеңе жасап жүрген жоқпыз. Қазір тек қана осы қарбалас, айтады ғой, ағынмен жүріп баратыр. Әйтеуір іздеп, бірақ соңғы осы 2020 жылдан бері қайттан сол творчествоға қызығып, қайттан сол қызығушылық танытып, өзімнің таланттарымды қайттан іске асырып, сол таныстарым бар, достарым бар. Қазіргі мынау Қазақстанда жүрген жарқын жұлдыздардың барлығы кезінде сол айтады, бір партадан, бір сахнадан, бір микрофон ұстап өскенбіз, бір нанды бөлісіп өскенбіз. Сол кісілердің барлығы, еңбектердің, тынбай еңбек еткен еңбектерінің арқасында қазір үлкен жетістікке жетіп, танымалдылыққа ие болып, білдей Қазақстан жұлдыздары болып тұр. Әрине, оның барлығы менің таныстарым, достарым да, жақын достарым да болады. Иә. Сол кісілердің де, мысалы, күштерін, мына жақта менің білетінім бар, мысалы, Американың ішкі жағдайын лайық жаға тұрсаң жақсы білеміз ғой уже. Сол достарыма осы жақтан бағыт-бағдар көрсетіп, концерттерін ұйымдастырып беріп, ұйымдастырушылық моменттерге сондай көмектесіп жатырмын қазіргі таңда. Бірақ қосымша еще продюсерский нем бар, қабілетім бар. Нет таланттарға көмектесем, бағыт-бағдар көрсетем.
қалай жасау керек, не істеу керек, қалай бастауға болады деген сияқты. Leadership дегендей, иә? Иә, просто проводник. Проводник, leadership. Аха. Да, вот. Американецтер соны жақсы көреді ғой. Содан енді американдықтардан алған бір жақсы қасиетіміз өзіміздің енді өнерімізді жас балаларға, жас өспірімдерге қалай беретінімізді, передача способностей дейді ғой, опыт, тәжірибемізді былай нетіп келістіріп. Иә, дұрыс айтасыз, тәжірибе бөлісу. Иә, сонымен қазір сол қасында жүрген балдар, Дәулет деген жігіт бар, Дәнәли. Сол өзі өлең айтады, рэп, қазір сол бір-екі клипін түсіріп, өлеңдерін жазғызып, өзі жазады, бірақ тек қана мен басқасында көмектесіп, және тағы бір UFC Қазақстан деген бар. Сол UFC-дің маңайындағы, например, боецтермен интервью аламыз. Қазақстанның боецтерінен интервью аламыз. Біздің осы жыл ғана бастадық. Сол бастаманың өзі өте жақсы, үлкен просмотрларға келіп жатыр, жақсы. Сол Дәулет деген жігітпен сондай тағы бір UFC Қазақстан деген проектіміз бар. Қазірге осы, бірақ Құдай қаласа жақсы жобаларды бастаймыз деген үміт бар, бастаймыз деген қалай айтсам, желание дейді ғой, желание бар. Сол Құдай қаласа жақын арада қызық проекттер болып қалады деген сенімдеміз. Үлкен биіктерге жете беріңіздер. Сол проекттер алға бассын. Сізге енді көп жұмыстарыңызды көріп отырмыз парақшаңыздан. Қызыға көріп, енді қолдап отырмыз ғой бізде осы қазақтың адамдары. Алматы қаласындағы Прометеус мектебі 2021 жылы Тамос пенен Физтех мектептерінің құрылтайшыларының бірі Дәурен Төленұлы Қалпымбаев EPG адам капиталын нығайту бағытындағы фондпенен бірге осы мектепті ашқан. Бұл мектеп Алматы қаласының нақ ортасында орналасқан. Мектептің бастапқы принципі ежелгі грек философы сөзімен айтуынша, білім беру дегеніміз шәкіртті ыдыс деп алсақ, сол ыдысты біліммен толтыра алмайсың. Толтырған күннің өзінде одан пайда аз. Білім беру дегеніміз шәкірттің бойындағы шам-шырақты жағу. Ежелгі грек аңыздарындағы Прометей өзінің шам, яғни от жағатын қабілетімен белгілі тұлға. Сондықтан осы мектептің атын Прометеус деп аталуын мектеп басшылары жөн көрген. Прометеус мектебінің ең бастапқы мақсаты шәкірттерінің білімінің барша салаларынан дамытып, балаларды өз қалауларыменен мотивация жасатқызып, білім жолына бағыттап баптау. Мектептің өзінің авторлық методикалары бар. Оларды айта кетсек, мысалы, Бөкей, кітапты сүйсіндіріп оқытатын методикасы. Дарын Гөу, балаларды математика пәніне ұлттық эпос арқылы бапта баулап мотивация жасау. Trial and Go, бұл методиканың арқасында балалардың тілін ағылшын, English, қазақ, орысша, по-русски, үш тілде бірдей шығару. Оларды әлемдік деңгейдегі оқу орындарына жеткізу. Мектептің инфраструктурасы және оның дизайны өте заманауи. Неше түрлі лабораториялары бар, неше түрлі спорт залдары бар. Мектептің мақсаты ашылған күннен бастап 3 жылдың ішінде Қазақстандағы ең мықты мектеп болулары. Осы жерде айта кететін жайт, осы жылдың, яғни 2023 жылдың тамыз айында Қазақстанның президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бастаған бір топ басшылары, олардың ішінде Алматы әкімі мен білім министрі мектепке ресми сапармен келген. Ал енді сұрақтарыңыз болса, оқу қанша тұрады, оның бағасы қандай? Осы жерде мектеп басшылығы демократиялық, яғни халыққа жақын баға болсын деген саясатын енгізген. Бір жылдық оқудың құны 1.900.000 теңге мен 2.900.000 теңгенің арасында. Оған 4 мезгіл тамақ ішу кіреді. Сонымен қорытындылай келсек,
осы жарнаманың астындағы Инстаграмды басыңыз және видеоның комменттерінің тексеріңіз. Ал енді мен ағылшынша тамамдайын осы сөзімді. I will end this message in English and will follow it with Russian. Prometheus is the school that you want to give your children to. Прометеус – это школа, куда вы хотите отдать своих детей. Ал енді Макс, тағы да бір сұрақ қойсам сізге. Мысалы, сіз осы ноябрь айында, қазан айы дей ма? Қазан айында, қараша айында Астана Спарта группасын алып келгелі отырмыздар, иә? Сонда соларға қарағанда, былай бәріміз білеміз ғой. Сол кісілерді былай 2014-15 жылдары талай көрдік теледидардан, Москвадан, неше түрлі КВН-ның программаларын, Казахи деген құрамының несінде де ол команда болған бір кісі Данияр Жұмадылов деген үлкен актерді білеміз, Бауыржан Омаров, Олжас Рымбаев дегендер. Сон бәрін ұйымдастырып, осы ақшқа бір турне сияқты үлкен үш қаладан енді көреміз, құда қаласа, осы Америкада. Сондай ойыңыз қайдан келді? Осыны енді былай ұйымдастырып, осы қазақтарға бір не болсын деп. Шынды айтсам, Спарта деген команда негізі менің өмірімде өте үлкен ерекше орын алатын командалардың бірі. Өйткені мен КВН қалай бастадым, Спарта деген команда сол уақытта бірге құрылды. Былайша айтқанда 2010 жылы Жасыбай қаласында Павлодар облысы Жасыбай деген не бар, ауылды мекен бар. Өте табиғаты зор. Кезінде Абылай ханды хан көтерген жер деп айтады. Сосын сол жақта жазғы кубок болатын, Жайдарманның ұйымдастыруымен, Есеней Үлкеннің ұйымдастыруымен жыл сайын жазғы кубок болатын тұғын. Сол бірінші жазғы кубокта Спарта командасы Спарта болып ең алғашқы рет құрылып, сол кубокқа қатысады. Сол уақытта менде үлкен былай кәдімгідей план құрып, сол жарысты көруге менде дайындалам. Бірақ ойым болатын күні бір күн бұрын менде форс-мажор болады, менің аяғым сынып қалады каким-то образом. Кешкісін, менде уже таңғы сағат 6-да уже автобуспен кету керек. Кешкі сағат 7-де менің, білейін, айтады ғой, ондай шошаңдап ойнап жүріп, аяғымды қайырып алып, аяқ астынан, иә? Аяқ астынан, иә. И мен андай шоковое состояние білдіртпеймін ешкімге ауырғанын, и жатып қаламын. Мен типа таңертең менде самолет автобусқа қалмау керек. Өткен мен ұзақ жылдар бойы бүйтіп күткен недемді мероприятием болды. И сосын таңертең тұрып қарасам, уже ауыр өте қатты күшейіп баратыр, и шыдатпай жатыр да. И таңертең тұрып қарасам, аяғым сынған. Сосын сразу emergency-ге барамыз. Emergency-ге барамызда гипс орап тастайды, аяғың сынған дейді, бір шыбың сынып кетті, бір саусағың шыбығы сынып кеткен деп, ой-ой. И сұрады, барады, бір апта жату керексің, аяғың көтеріп деп. Мен айтамын, и достарым барлығы, бізге бірге планировать еткен достарым барлығы келеді. Айтады, кеттік брат дейді. Мен айтамын, аяғым сынып жатыр, маған баруға болмайды деп. Ой-ой, онда баруға болмайды, саған үйге бару керек. Мен айтамын, жоқ, мен барам. И сөйтіп барамыз да аптекаға барып балта аламыз. Да, и ештеңе қарамастан, ауруға қарамастан, неге ойынға барамыз. Батыр екенсіз. Иә, білмеймін, сол тәкаппарлығымның арқасында ма, сол барған поездкам өте оңды болды. Көп адамдармен таныстым. И сол танысқан адамдар әлі күнге дейін сол кісілермен араласам, әлі күнге дейін бағыт бағдарын береді, әлі күнге дейін қалай айтсам, жақсы қарым қатынастамыз. И сол ойында Есеней Үлкен мырзамен танысам. И андай болады ғой, көзге түсетін адам мен болдым да, өйткені түрім орыс, бірақ қазақша сөйлеймін, еще аяғым сынған балтақпен, қызушылық қатты. Отличительная черта дейді ғой орыстар. Иә, и сол өзіңіздің белгіңіз. Көзге түсетін белгі. Иә, сол фишка дейді. Фишка. Сол ойында барлығы, енді барлығы дегенде, барлығымен бауыр болып кеттім, араласып кеттім. И сол кезден бастап сол ойын маған үлкен мотивация болды.
И сол ойында Спарта Астана командасы чемпион болады. Бірінші рет құралып қазақша лигада. И сол ойыннан кейін олар Арменияға тоқтамай Арменияға қарай кетеді. И международный уровеньге өтіп 2000 енді ол кісілердің негізі опыттары, тәжірибелері өте үлкен. Олар Украинада, Латвияда, бүкіл СНГ-лерде ойнап шыққан, бүкіл лигалардың дәмін тартқан. И бақтарына сай 2017 жылы сол үлкен турнирдің былайша айтқан кезде негізгі үлкен высший лиганың чемпиондары атанады. Келесі жылы бұл сол және айта кетерлік жайт, ол кісілер біздер деген 2014 жылы қазақша лига ойындарының жоғарғы лигасына қатысқанбыз, Есен ағаның басқаруымен өтетін ойындар. Сол лиганың біздер вице-чемпионы болдық, екінші орын алып қалдық өкінішке орай. И сол ойындарға, финалдық ойындарға сол кісілер бізге көмектесетін тұғын. Шутка бірге өтетіп, сценарий жазып, ол кезде біздерде обязательно жоғарғы лигада авторский состав болу қажет. Шутка жазып. Это requirement. Это надо, ну, чтобы получается, ол деген телевизиондық жоба болғандықтан автор керек болады. Өйткені шуткалерің әдемі болу керек. Таза шығу керек, әдемі шығу керек. Өзі ойлаған адам енді айту керек қой соны. Продюсер сияқты, режиссер сияқты, автор сияқты. Түсінем. И вот сол ойындарда тоже көп көмектескендері бар. Жалпы Спарта командасының барлығын жеке-жеке танимын. Өте жақсы кісілер, өте талантты кісілер екен. Талантты, өте талантты кісілер. Еңбекқор, еңбектері өте зор ол кісілердің, именно осы юмор саласында. Өздері де актер, ана кімді қарасам, Данияр Жұмаділдаев, өзде актер, «Мертвые души» деген спектакльда ойнайды екен. Өзі Астананың тумасы. Одан кейін Бауыржан Омаровты көріп, енді танып жүрміз сыртынан, сырттай танып жүрміз. Одан кейін мына кісі, Еркебұлан Мырзабек деген кісі өзіңіздің Түркістан деген жерінен шыққан кісі екен. Мен сізге бір қызық айтайын тағы. Еркебұланның туған қарындасы бар, Тоғжан Мырзабек. Ол менің кластасым. Күшті. Бір мектепте оқығанбыз. Бір мектепте оқығанбыз. Және мен сол Еркебұлан кісінің әкесі болған тұғын Ролан марқұм. Сол кісінің колледжі болады тұғын, Дарын колледж деген. Дарын білем. Сол колледжде мен де оқыдым. И Ерекеңмен тоже жақсы таныспыз. Күшті. Енді сол кісілерді қуана қарсы аламыз. Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес қалаларында. Онда 3 қалада енді біздің Қазақстаннан шыққан. 5 қала. 5 қала ма? Күшті. Одан да. Получается, Лос-Анджелес, Сиэтл, Майами, Нью-Йорк. Майамиді ұмытып кеттім, Сиэтлмен. Окей, түсіндім. Онда қазақтардың саны көбірек қой сол қалаларда. Мысалы, мен Денверге келе ма, келмей ма деп біз екеуміз енді сұхбаттастық қой, осыдан 2 ай бұрын. Сіз ана венюларды, концерт нелерін қарап, енді мен ойладым, мүмкін Денверге келмеген себебі өткен Денверде адам аз, Қазақстаннан адам аз. Біз андай негізі бұл турды өз күшімізбен ұйымдастырып жатырық. Біз барлық мүмкіндіктерді көрдік, барлық ұсыныстарды қарап көрдік. Ұсыныс түскен сол ең бірінші ұсыныстардың бірі Чикаго мен Нью-Йорк болды. Потом Лос-Анджелес мен Майамиде өзіміз жасайтын болдық. И постер жібергеннен соң Сиэтл қаласынан шықты ұйымдастырушылар. Бізде қызығушылығымыз бар. Қандай условияларыңыз бар? И ол Сиэтл тоже аяқ асты зал алып, сол Сиэтл қаласына да тур жасайтын болып шештік. Денверге келмейтін себебіміз есептеп көрдік. Біздің интересімізге сай келмейді. И адам қала ғой, адам аз. Просто біздің барған, қалай айтсам, шығынға ұшырайтын қалалардың бірі болғандықтан, біздің күтіп отқан
как сказать, планыңызды алмайтын ақталмайды. Иә, деп ойладық. Сол себепті ол қалаларда Денвер ғана емес, Cost revenue келмейді ғой, иә? Ағылшын тілімен Денвер болды, Бостон болды, Хьюстон болды, и Атланта болды. И осы қалаларды рисковать етпей қояйық деп. Дұрыс. Бірінші жылы осы үлкен қалаларда, мегаполистерді қойып көрсек па деген. Пробный көрсек, и келесі жылдары уже үлкен тур жасаймыз деген ойымызда. Ол енді балалардың өздері мысалы программаны әкеледі ғой Америкаға, ақш-қа. Сонда мен ойлаймын, қандай юморды, қандай әзілді әкеледі, программалары қандай, әйтеуір американдықтарға сәйкес па, немесе Қазақстанның программасын, бағдарламасын әкеле ме, қалай ойлайсыз? Осы маған қызық, өйткені біз өзіміз Америкада тұрсақ та, көзқарасымыз енді кішкене болса да өзгеріп бара жатыр. Иә. Енді бұл кісілер, бұл команда енді көп выступлениялары международный уровеньде, и бұл кісілердің тәжірибелері енді жақсы. Бұл осы турға жеке отдельный өздерінің программаларымен келеді, жаңа программасымен. Және айта кетерлік жайт, олар Американың алдында Қазақстанда үлкен тур жасайды, 13 қалаға. Мен Алматыдан бастап, сол концерттік турларда өздерінің шоу программаларын өте жақсы дайындалып, айтады ғой, сеткіден өткізіп, в общем, іріктеп, сочный программа, шоу, юмор, ән, күй, сол жобада болады. Әрине, ол концерттің барлығы орыс тілінде өтеді, өкінішке орай. Бірақ оны да түсінеді деп ойлаймын. Оны түсінеміз ғой, өзімізде орысша сөйлейміз жалпы енді Қазақстанның көп адамдары орысша сөйлейді, мәдениеттерде орысша. Енді қазақша орысша болсақ та бір жерден түсінікті. Негізгі Спартаның негізгі аудиториясы олар сол орысша сөйлейтін қауым. Мәскеуге барып, оларды программа бағдарламаларын орысша келген. Бізде енді тіліміз күрмеліп жатыр, біздің де тіліміз. Әйтеуір орысша да сөйлейміз, қазақша да сөйлейміз, енді оның үстіне екеуміз ағылшынша да сөйлейміз, әйтеуір солай болып тұр. This is where your advertising could go. Use up this time. Send me your advertising, whatever business you want to advertise, send it to me, and I will be happy to include it in my videos. Thank you. Bye. Реклама жасаймын десеңіз, жіберіңіздер. Мен өзімнің тарапымнан өзіңіздің рекламаларыңызды видеоларыма енгіземін. Рахмет. Колорадодан сәлем. Жақсы, түсініп отырмын, Макс. Ал былай енді көкейкесті мәселеге келсек, мысалы біз қазақ тілін қазір ғана осы екеуміздің осы сұхбатымыз қазақша шықсын деп қазақ аудиторияға енді былай бағытталған сұхбат қой. Мысалы біздің Жайдарман мен КТА дейма, көңілді тапқырлар алаңы кім бастаған, аты кім еді біздің үлкен Тұрсынбек. Рахмет. Сол Есен аға бастаған Жайдарман алаңы, осы біздің көріп отырмыз, YouTube-тан Сырдария құрамасы, Миллион, Аралдың балалары, Байдың балалары толып жатыр, керемет жанып тұрған таланттар. Енді ол кісілерге былай, осы кісілерді ақшқа алып келетін ойыңыз бар ма? Алып келсек, осы қазақ тілділерді, қазақ тілде шыққан бағдарламаны әкелсек, осы қазақтың, ақштың қазақтары бара ма сондай концертке? Қалай ойлайсыз? Менің ойымша, қазіргі таңда бір қалаға алып келуге болады, бірақ бұндай үлкен ауқымды тур жасауға ол үлкен риск сияқты. Өйткені қазақша аудитория қазіргі таңда өте кішкентайда, прям үлкен емес. Спартамен рисковать етіп көруге болады. Неге? Өйткені ол кісілер орыс тілінде выступать етеді, и ол кісілердің аудиториясы как бы үлкендеу, да? И орыс тілдес қандастарымыз да, орысша сөйлейтін достарымыз, например, Россия, Украина. Толып жатыр, басқа елдердің нәсілдері толып жатыр.
иә ал егер үлкен бір жобамыз, например, наурыз сияқты үлкен бір той, мейрам тойларда как special guest қылып шақырып, например, ретінде келе алады. иә, барлық командаларды болмаса да, әр команданың фронтмендерін, игроктарын, жақсы, как сказать, актерларын іріктеп алып, үлкен сборный жасап келуге болады. Бұл жайында мен Есенәлі мырзаға бір ұсыныс тастап көрейін. Бәлкім, егер қалталы азаматтар, жақсы спонсорлар табылып жатса, осы жылы наурызға қарай, может, алып келіп қалуымыз мүмкін. Нью-Йоркқа мысалы, алып келуге болады. Без проблем, негізі қай жаққа алып келсек те, просто қазір еще естуім бар, бүкіл осы Америкадағы қазақ басшылары, осы қазақ активистері барлығы жиналып, үлкен құрылтай өткізгелі жатыр. Білмеймін, сіз барсыз ба ол группада, жоқсыз ба? Ол группада жоқпын, бірақ кіремін. Иә, естуіңіз бар, иә? Иә, естуім бар. Сол жобаларда үлкен ауқымды сұрақтар, маңызды сұрақтар талқыға түсіп жатыр. Ол жерде тек қана не только развлекательный, көмектесетін, в общем, қырғыздарда үлкен комьюнити бар. Бар, Чикагода. Иә, қырғыз центр бар. Сондай дәрежеде бір жақсы бір ұйым ашқылар келіп жатыр. Ниеттер өте жақсы. Ниеттер оң болсын. Ниеттер оң болсын, иә. Так что ұйымдастырып жатқан азаматтар, активистер іске сәт деп айтып қоя салайық. Сол программаға, сол жобаға егер кіріп жатса, мен екі қолымды көтеріп шақыруға дайынмын. Өте жақсы балалар ғой, талантты балалар. Көріп отырмыз, шексілегіміз қатып, көріп отырмыз осы YouTube-тан. Ал енді ол 1 жылдық жоспарыңыз, одан ары қарай 3 жылдық, 5 жылдық дегендей жоспарыңыз бар ма? Қандай вообще осы продюсерлік жолға түстіңіз, Онда неге Флоридада тұрасыз, мысалы? Бір сұрақты, екі сұрақты, бір сұрақты былай ұйымдастырайын. Нью-Йорк емес, Лос-Анджелес емес, Флорида. И сол Флоридамен енді бірге қандай жоспарыңыз бар? Осы 5 жылдық жоспарда көрейікші, мысалы, продюсерлік жоспарыңыз. Қазіргі енді таңда сол алда қойған өзіміздің жобаларымыз бар. Сол жобаларды баста дамытып жатырмық. Алғашқы қадамды бастадық, енді шегінерге жол жоқ. Бастаған істі до конца алып бару қажет. Қазір осы продюсерлік, осы Дәулет деген жігітті дамытқым келіп жатыр. Жақсы өз аяғына тұрғызып, белгілі деңгейде, дәрежеге жеткізіп. Одан кейін, помимо еще біздер концерттер ұйымдастырып, осындай жақсы үлкен ауқымды концерттер. Бірінші Спарта Астанадан шақырғалы жатырмыз. Осы Спарта Астанадан кейін біздер Ирина Кайратовна деген топты танитын болсаңыз, сол көрінбей кетті ғой Ирина Кайратовна соңғы кезде. Олар жақсы көрініп жүр. Жақсы ма көрініп жүр ма? Иә, олар актуалды. Олар визуалды азайтты, бірақ өлеңді көбейтті. Өлеңді көбейтті. Иә, қазір олар толыққанды өлең айтып жатыр. Группадағы 3 жігіт қазір кино түсіріп жатыр, көптеген кинолар түсіріп жатыр, проекттер. Құдай қаласа, осы 23-тің соңында, 24-те олардың көптеген еңбектері ғаламторға шығады. Сол жақта өз бағаларыңызды бересіздер. Ол кісілердің концерттері осы декабрьде болады. Соның айында 15-і Нью-Йоркта и 17-сі Чикаго қаласына, 2 қалада өткіземіз. Күшті. Одан кейінгі жоспарлар, келесі жылға 24-ке жоспар өте көп. Бірақ оны ашықтанда айтпай қояйын, бірақ көп басқа да жұлдыздармен сөйлесіп бастап кеттік. Күшті. Иә, осы 24-тің апрелі мен сентябрінде тағы 2 үлкен проектке жоспарлап жатырық. Керемет. Егер жұлдыздар добро беретін болса, Құдай қаласа, сол енді ол топ жұлдыздар Қазақстанның барлығы келеді деген сенімдеміз. Сондықтан да бізге жазылыңыздар, бақылаңыздар, қызықтың бәрі алда болады. Әрине, күшті, тамаша.
Hello, my name is Aldana Quigley. I'm a Kazakh, but I live in US. I have 2 kids and I would like them to speak Kazakh. Is it challenging? You bet. Super challenging, super hard, given the workload they get in school, given the workload they get in college, given your own workload that you have with work and family activities. So, what do we do if we are Kazakh and we want them to know Kazakh? What do we do if our kids' language, the first language that they speak, is English? Well, I was thinking about that and I actually found a way to teach them Kazakh. So if you want to learn all about that and you want to teach your children a native tongue of the area that you are from, or perhaps you would like to learn Kazakh language because you're going on some mission or on some work trip. So get in touch with me, click on the link. There's a link with my email. Get in touch with me and we will be able to get you in the right direction to teach your kids Kazakh language. Тағы да бір айта кететін жайт, осы дәулеттің атын, дәулеттің енді өнері көп екен, соны сіз енді былай дұрыс бағыт беріп, оған тәжірибеңізді құйып, көмектесіп ары бері енді өзіңізбен бірге үлкен биіктерге шықсын деп баулап жүрсіз, иә? Сондай дәулет сияқты жігіттерге, қазақты осы жасөспірімдегі өнердегі былай қайнап тұрған жігіттерге, қыздарға қандай кеңесіңіз бар екен осыларға беретін? Көп сөйлеп айтпай ақ қояйын. Андай не бар да, как сказать, алгоритм ба, например, попробуешь дейді да. Например, да, неден басайын. Егер не попробуешь, и стрелка X ештеңе жоқ та. Иә. Попробуешь, стрелка X и галочка. Иә. Так что егер бойыңызда какой-то қандай да бір талант болса, қандай да бір желание болса, міндетті түрде оны іске асырып көріңіз. Басыңыздағы ойыңызды, басыңыздағы идеяны, хоть жаман шықсын, жақсы шықсын, жүзбеге асырып көріңіз. Иә. Нәтижесін бақылаңыз, и сол кезде түсінесіз. Бұл идея менікі ма, бұл істеп жатқан проект менікі ма, менікі емес па деп. Барлық нәрсе, арманың барлық нәрсе бірінші қадамнан басталады ғой. Так что ол сізге байланысты. Егер басыңызда күшті идея болса, қадам басып, бастап көріңіз. Нар тәуекелде бастау керек. Хоть қандай жаман болсын, жақсы болсын, егер даже сенбесеңіз де, любой проектқа сену керек қой, енді басында жүрген идея болғандықтан. Иә. Болмаса маған хабарласаңыз, мен сізге көмектесемін. Жарайды, сөйтейік. Онда бізді тыңдап отырған қауым енді өздеріңізге птичка қылып, енді біздің Макс деген бауырымызбен бірге хабарласыңыз. Мне кажется, наоборот. Қазақстанда жүрген қазақтар намного бақыттырақ, чем мына жақта жүрген иммигрант қазақтарға қарағанда. Өйткені келісемін мен, Қазақстанда жүрген олар жақта енді материально бақытсыз, но ішкі эмоция, ішкі бақыт ол шынайы. Ал біздер материально баймыз, Америкада жүрген қазақтар, но рухани байлығымыз кем, иә? Бір какой-то бір по-любому бір обида, бір тоска, бір сағыныш по-любому түбінде отырады. Ойымда қалай дұрыс айта беріңіз, бір қиялданып жүреміз осы жерде бізде. Даже, например, сенде қалдыңда, как сказать, қаражат жетеді. Например, да, ол қаражатты бүйтіп туысқандармен, үлкен ортада отырып, айқайлап, шулап отырғың келеді. Но кей жағдайда мүмкіндік, не болмаса уақыт деген... Уақыт жоқ. Бізде сол туралы сөйлейміз, құрбылармен бірге, уақыт жоқ. Біздер деген, мысалы, шет елдеміз, бұл жақта деген туысқан жоқ, бүкіл өзіміздің достарымыз осы жақта бірге өсіп, бірге танысып, бірге карьерный рост дейді, бүкіл қиындықтарды бірге көріп, именно осы Америкада болып жатқан дүниелерді бірге көріп өскен достарымыз ғой енді. Иә.
ал бірақ балалық шаққа қарай жүгіргім келеді, балалық шақта болған достарыммен сөйлескім келеді, олармен сыр бөліскім келеді, сол сияқты дүниелер. Ал Қазақстанда жүрген олардың плюсы, олар туған жерде, айналасында барлық туыстары. И даже ол жақтағы депрессняктардың өзі өте жеңіл өтетін сияқты, чем Америкадағы. Бізге жеңіл көрінеді, олардың қиыншылықтары. Ал біздің қиыншылықтарымыз, дұрыс айтасыз, қалтамызға зарплат ақша, өзіміз алып алған ақша болса да, қалай оны мына дұрыстап енді достарменен, семьямен бірге шығып, енді емін еркін қалай біз отырамыз, соның бәрі енді қиынырақ болып тұр, өйткені көп адамдардың уақыттары сәйкес келмейді, одан кейін менталитеттеріміз де өзгере бастайды, бала шаға деген бар, одан да шыға алмайсың, мектептері бар, балалардың нелері бар, әйтеуір неше түрлі причина ойлаймыз да, неше түрлі енді не болса да, әйтеуір қолым жетпейді, ой, тағы да бір күні шығамыз деп, әйтеуір шыға қаламыз. Сонда бізде былай резко flexible дейді ғой, енді позитивный и flexible не дейді бізде орысша? Гибкий. Гибкий бола алмаймыз Америкада. Дұрыс айтасыз. Сондай екен. Ал енді ұқсастық жақтарына қарасақ, менталитеттер, мысалы, Американ мен қазақтың. Менталитет тек қана бұл жақта өте үлкен айырмашылық, жер мен аспандай ғой. Ең бірінші ол дін, көп нәрсе ол дінге келеді. Біз енді шамалы көп енді мұсылманшыл халықпыз ғой. Біздің менталитет сол діннің беретін тәрбиесінің өзі, например, Американың кейбір заңдарына қайшы келіп қалуы мүмкін да. Бұл Америка енді өздерін позиционирует, свободный мемлекет бізде позиционирует етеді олар деген. Біз адам туылды, адамның өз денесі не істегісі келеді, соны істейді, например, да. Ал бізде белгілі шектеулер бар. Типа көпшілікке барлығын ойлайды ғой, енді сен егер олай солай ойлағансаң, сен оны жұртқа көрсетпей қой. Сен әдемі өзің үйің бар, сол үйіңнің ішінде көрсетіп, істеген дүниеңді істей бер. Бірақ оны жұртқа жайып, жұртқа көрсетудің қажеті жоқ деген. Болады, ел не дейді? Ол да бар. Ол да бар, ұят болады деген. Оның бәрі деген тәрбие, оның бәрі деген, как сказать, культура ғой. Қазіргі біздің ата-аналарымыз ойлап тапқан жоқ. Олар деген ата-бабамыздан келе жатқан ол салт дәстүр, культура, тәрбие, атадан бабаға, баладан папаға деген сияқты осылай келіп жатқан ол салт дәстүр әлі үйде ұстап отырмыз. Ал Американың жағдайы ол мүлдем бөлек. Бұл мемлекет, былайша айтқанда, коммерческий мемлекет. Полностью бар, кәдімгі просто адамға барлық жағдай жасалған. Жұмыс істесең адамсың, жұмыс істемесің ба қасыл. Все. Дұрыс айтасыз. Ал бірақ американдықтарға қарасақ, олар ағылшындардан бір несі бар, үлкен армашылығы бар, қазақтарға жақынырақ деген бір қасиеттері бар. Көңілшек пе, ашық па, сондай адамдар, енді ашықтар, дос бола бересің олармен. Мысалы, мен басқа батыстың нәсілдеріне қарағанда былай нетсем, олар жақын адамдарға әйтеуір көмектескісі келеді. How can I help you? How can I be of assistance to you? Maybe мүмкін ол сервистің жағынан шыққан бір қасиет па, білмеймін. Әйтеуір бір жағынан қарасам, немножко біздің енді қазақи мен американдықтардың арасындағы ұқсастығы осы ашық болуымыз. Қалай ойлайсыз? Так, мен келсем, бір жағынан келіспеймін. Өткені бізде де негізі Қазақстан өте да кішіпейіл, бізге кіші кезден бері бізге тәрбие айтады ғой, үлкенге құрмет, кішіге ізет. Например, қазақтың өзінің мақал сөздерінің өзі астар өте күшті ғой негізі. Бірақ Американың осы кішіпейілділігі,
былай достық қарым-қатынасы өте күшті, өте жақсы. Иә, ұқсас келеді. Но көп жағдайда, мысалы мен Қазақстанда, сіз соңғы рет қашан болдыңыз? Мен вот соңғы рет 2021-де болдым. 19-ында. Сол кезде мысалы 2015 пен 2021-дің айырмашылығы өте, білмеймін, айырмашылық кәдімгідей сезілді. Өйткені 2015-те кетіп бара жатқан кезде мен сол қайнап жатқан қазаннан шықтым да, и басқа қазанға, басқа дәм, басқа вкусқа қарай кеттім да, басқа қазанға Иә. кеттім. И сол қазаннан қайтадан ана қазанға келем. Уже сорпаның дәмі басқа да. Например, Иә. халық өзгерген, кезінде кетіп бара жатқан кішкентай іншектер, үлкен жігіттер, мұрттары бар, сақалдары бар уже. Сондай сияқты ол өскен інішектердің де өзіндік стилі бар, өзіндік вайбы бар. Иә. И ол стильді, ол вайбты мен түсіне алмаймын, например, да. Сол сияқты. Уже алшақтап кете бара жатырмыз, иә? Иә, мысалы, менен де жоғары кісілер, например, сіздің қатарыңызда кісілер, Иә. тоже біздің істеп жатқан істерімізді түсінбейтін тұғын. Түсінбейді. Иә, тоже айтатын тұғын, не істеп жатсыңдар, сендер қазіргі малдар түсінбеймін. Иә. Дәл Уже сондай возрастной не болады да? Иә, уже түсінбейміз. Дәл сондай ой қазір менде де туындады. Өйткені менен кейінгі інішектердің вкус дейді ғой, даже ол стиль образ жизни дейді ғой, вообще бөлек. Кәдімгідей. И мысалы біздің қатарлас жігіттердің көбісі, например, бір 100%, например, бір 20% ғана ағылшынша білетін болса, қазіргі молодежь, наоборот, короче, 60% ағылшынша біледі, 40% білмеуі мүмкін. Это получается, біздің кейінгі молодежьдар өте активный, өте білімді, и олар... Иә, алып кетеді. Олардың мышлениясы totally басқа кәдімгі. Кәдімгі заманауи заманға өте сай. Айырмашылық көп негізі, по-любому, вот даже менталитет болсын, даже сіз айттыңыз жаңағы достық қарым-қатынас ұқсас деп айтуға келмейтін сияқты, ұқсамайтын сияқты, менің ойымша. Менің ойым ғана бұл тек қана. Өйткені Америка ол Америка. Америка ол Америка. Иә, ол түсініп өте қиын. Өйткені бұл жақта, жылдарлап өздері бетіп кәдімгі инемен жіппен тоқып, өзінің системалары бар да, сол системаны әлі күнге дейін тоқып келе жатыр. Енді ол система сынбасын енді, наоборот, күйсін жақсы жағына қарай. И ол системамен қазақтың менталитеті сай келмейтін сияқты. Дұрыс айтасыз. Шығыс пен батыстың енді арасындағы айырмашылығы өте көп, үлкен. Жаман деп айта алмаймыз, жақсы деп айта алмаймыз. Әйтеуір өзінің бір несі бар, ерекше жолы бар. Енді екі жолмен дамыған екі елдің ұқсастығы мүмкін келмейтін де шығар. Сондай ойдасыз. Иә, түсініп отырмын. Ал егер мақсат тағы да бір сұрақ қояйын, өзіңіздің осы Америкада тұрып жатқан қандай үлкен арманыңыз бар екен? Осы арманға жетсем, әйтеуір басқа арманым жоқ дегендей. Арманды айту бола ма, болмай ма? Ну, какой-то в общих чертах, не обязательно дегендей, міндетті түрде енді негізгі арманыңызды айта қоймаңыз, әйтеуір бір арманымыз, енді несколько арман болады ғой, енді бірнеше армандар. Иә, негізі андай, любой адамда бір оқ болады ғой, бір оқ болады. Бір бастаған жобасы атады. И ол көп популярность алады. И көп андай, даже вот, как сказать, казиноға барасың, бір номерге қоясың, и тебе повезло. И ты забрал джекпот. Вот өмірде де сондай да, өмір саған дайындап қойған бір оқ бар да, и сол оқ атылса екен деп армандаймын да. Сол оқ атылып, істеп жатқан жобам сол оқпен бірге ұшып, өз армандап жатқан істеріме, жобаларыма, арманыма қарсы шығып, Құдай қаласа соған жетсем деген арманым бар. Бірақ толыққанды сізге бүйтіп ашып айтпай қояйын. Ашып айтпай қойыңыз, иә. Иә, қандай бағытта армандап жатқаным, но
сол арманым сол оңынан атылса оңынан күшті болады. ағылсын. Дұрыс. Иә. Не ғой, бұрын біз оқыған кезде, менің жасым сізден үлкенірек, біз оқыған кезде Агата Кристи дегенді оқып аламыз, детективтерін, неше түрлі нелерін оқып. Сонда сіз айтпақшы оқ туралы нені оқ ататын мылтықты басында көрсетіп қояды да, одан кейін ол оқ ар жағында енді ең соңында атады. Сондықтан біз сіздің жобаңыз, мына осы интервьюның басында көрсеткен мылтығыңыз дәулеттің ісі оңға бассын, өзіңіздің жобаларыңыз осы КВНщиктерді осы жерге ақшқа алып келгеніңіз оңға бассын, үлкен биіктерден көріне беріңіздер, барлықтарыңыз. Сіздерге сондай көп енді жақсы нәрселерді тілейміз. Сондықтан оқтарыңыз енді продюсерлік неше түрлі шығармашылық деңгейге үлкен биіктерден көріне беріңіздер. Мүмкін Голливудтан да көрінетін шығарсыз, білмейміз. Әйтеуір сол жерден Құдай қаласа, енді Алла жазса, өзіңіздің оғыңыз ата берсін деп. Енді қорытындылай келсек, сондай енді біз сізге ниетіміз сондай болсын. Рахмет, айтқан еңіз Құдайдың періштен құлағына шалынсын. Амин. Кереметтей әңгіме болды. Жақсы танысқанға қуаныштымын. Бір сағаттай сөйлестік. Енді осыны немножко редакторство жасап, енді эдитинг жасап, енді YouTube'қа қоя береміз. Адамдар көрсін, сіздің концертіңізге барсын, үлкен неше түрлі форумдарға саламыз осыны. Мен ойлаймын, әйтеуір бізде мәдениет Қазақстанда не де болса да біз сондай сағынып жүреміз. Орысша, қазақша болсын, мейлі, әйтеуір концерттер келе берсін Қазақстаннан. Бізге енді үлкен енді жаңалық болсын, үлкен бізді былай демеп жүрсін да. Біз ұмытпадық қазақтың мәдениетін осы жерге алып келіп, неше түрлі нәсілділерге көрсетіп жүрміз. Енді ол деген үлкен жоба. Сіздің жағыңыздан. Сонда қуанып отырмыз осындай неше түрлі өнерлі, кәсіпкер інілерімізге қуана сізді қарап, енді сізді қолдаймыз. Әрине, рахмет көп. Айта кетерлік жайт, негізі біздің компания біздер деген неше түрлі тематический вечеринкалар, тойлар болсын, барлығын ұйымдастырамыз. Қандай да бір көмек керек болатын болса, ұйымдастыру жағынан той болсын, вечеринка болсын, свадьба болсын, білмеймін, какой-то бір проекттер болсын, клип түсіруге қажет болатын болса, міндетті түрде хабарласыңыз. Бізде таланттар, таныстар өте көп. Біз жан-жақтымыз, в сфере творчества, барлығын жан-жақты уже өз қол астымызға алып жатыр, барлығымызбен связь наладываемся, так что обращайтесь. Бізде міндетті түрде сіздің инстаграмыңызды комментке жіберіп қоямыз. Ең бірінші комментарийге. Рахмет көп. Лайк басып тұрсын балалар. Комментарийге барып тексеріңіз балалар. Макстың осы жобасын қараңыз. Өйткені бізде де әйтеуір бізге де тамада керек. Бізде де қазақтың саны көбейіп жатыр Америка бойынша. Сонда тамада керек болса, неше түрлі концерт керек болса, сол Максқа енді хабарыңызды беріңіздер. Ол жерде енді мен жүргіземін деп айтпаймын енді, бірақ біздің составта өте көп списоктер, тамадалар болсын, әншілер болсын, күйшілер, бет ашатын бишілер, видео түсіретін фотографтар, барлық на любой вкус и цвет, Да, сіз іздеген мамандардың, специалистердің барлығы бізде бар, так что міндетті түрде хабарласыңыздар, поможем. И сізге рахмет, Елена ханым, осындай кереметтей жоба жасап, жастарды тағып алып, осылай жарыққа шығарып жатқаныңызға бұл да үлкен көмек бізге үлкен мотивация. Бұл да бір сұхбатымыздың бастамасы болсын, келесі сұхбаттарда үлкен маңызды сұрақтарды талқыға алайық. Осыған қайтып келеміз де күлеміз, осыдан 2 жыл кейін қандай бізге жоспарымыз болған, қалай жүзеге асырылған. Бұл да біздің бір бастамамыз, сондықтан да Құдай қаласа бір үлкен проекттерде, жобаларда кездесеміз деген сенемін. Мен де, рахмет.
Аумин деп қояйық. Аумин. Сөйтейік. Рахмет онда.